Некедегі ниетіңіз қандай? Ниет әрбір істің мәйегі. Ізгі ниет қарапайым істі құлшылыққа айналдыратын күшке ие. Арам ниетте бір құмалақ сияқты тұтастай жақсы істі еш етеді. Сауап ниетке сай еселенеді. Ендеше үйленуде де ниет үлкен маңызға ие. Мұңа ұмытпағайсыз. Жігіт пен қыз шаңырақ көтерген кезде ниеті ортақ. Негізгі мақсаты мынадай болса игі. Бірінші, пайғамбар оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, сүннетін жандандыру. Хадисте жастар қауымы үйленуге мұршаларың келсе, үйленіңдер, өйткені бұл көзді сақтап, ар-намысты қорғайды. Ал кімнің шамасы келмесе, ораза тұтсын делінген. Екінші, ар-намыс тазалығын сақтау. Мұндай ниет Алла тағала тарапынан көмек пен қолдауға берілуіне септігі тиеді. Хадисте 3 адамға Алла жәрдем етеді. Ар-намыс пәктігін сақтауға ниет еткен үйленушіге делінген. Үшінші, Құран жолымен жүретін мұсылман отбасын құру. Төртінші, ізгі ұрпақ тәрбиелеу. Бесінші, отбасын асырау үшін еңбек етуді құлшылық деп білу. Хадисте ер кісі отбасына қаражат жұмсап, одан сауап үміт етсе, бұл оның берген садақасы делінген. Алтыншы, құлшылықта бір-біріне жәрдемші болу. Хадисте түнде намазға тұрып жұбайын құлшылыққа оятқан, тұрмаса бет жүзіне су бүркіген кісіні Алла мейіріміне алсын. Сондай-ақ түнде намазға тұрып күйеуін құлшылыққа оятқан, тұрмағанда жүзіне су бүркіген әйелді Алла мейіріміне алсын делінген.